Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қашықтықтан оқу бағдарламасына сәйкес 10-шы сыныпқа арналған сабақ жоспарымен таныс болыңыздар. Сабағымыздың тақырыбы микроағзаларды өндірісте, ауыл шаруашылығында, медицинада, тұрмыста қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Сабақтың мақсаты биотехнологияда қолданылатын тірі ағзалардың артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау. Микроорганизмдер ұлғайтқыш құралдармен ғана көрінетін ұсақ организмдер. Микроорганизмдерге бактериялар, саңырауқұлақтар, вирустар, қарапайымдылар, көк жасыл балдырлар жатады. Микроорганизмдердің кең ауқымды таралуы олардың табиғатта үлкен роль атқаратындығының дәлелі. Олар топырақтарда және су қоймаларында әртүрлі органикалық заттардың ыдырауын жүзеге асырады және табиғаттағы заттар мен энергия айналымын қамтамасыз етеді. Топырақты құнарландырады, мұнай, тас көмір, шымтезек, әк тас түзілуіне қатысады. Микроорганизмдердің көбісі жоғарғы деңгейде ферментативті қызмет атқарады. Олар ірімшік, йогурт, шарап, сыра, қымыз, айран, май тәрізді көптеген азық-түлік өнімдерін дайындауда қолданылады. Шіріген микроорганизмдердің тіршілік әрекетін баса отырып, өздерінің қасиеттерін ұзақ уақытқа сақтайды. Микроорганизмдер антибиотикалық қасиет көрсетіп, яғни басқа микробтардың өсуін басып тастауға, не болмаса мүлдем өлтіріп тастауға қабілетті табиғи заттардың продуценттері болып табылады. Антибиотиктердің қолданылуы медицинада, мал шаруашылығында, ауыл шаруашылығында және өндірісте. Топырақ микроорганизмдері бірқатар биологиялық белсенді заттарды түзеді. Атап айтсақ, витаминдер, амин қышқылдары, өсіргіш заттар, ферменттер. Микроорганизмдердің әсіресе өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығында алатын орны ерекше. Бұл топырақты азотпен байыту, микробты препараттар көмегімен ауыл шаруашылығы өсімдіктерін зиянкестермен күресу, жемдерді дұрыс дайындау және сақтау, жемдік нәруыз алу мәселесіне қатысты. Микроорганизмдерді көптеген мақсатта пайдаланады. Бірінші, гендік инженерия, вакциналар жасау мен өндірудің келешегі бар бірден-бір жолы. Бұл әдістің жетістіктерінің бірі адамға қажетті затты бактерия жасушасына кодтайтын гендерді тасымалдау. Мысалы, инсулинді, интерферонды өнеркәсіпте өндіру мүмкіндігі бар. Екінші, ауыл шаруашылығының қалдықтарын биогаз немесе этанолға өңдеу үшін бактерияларды қолдану мүлдем жаңартылған энергия қорларын жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, металдарды бөліп алу үшін, мұнай қабаттарынан мұнай алуды арттыру үшін қолданылады. Үшінші, микроорганизмдер өсімдік зиянкестерімен күресу құралы болып табылады. Мысалы, белгілі бір бактериялар кейбір көбелектердің жұлдыз құртына ауру жұқтырады да, олардың қырылып қалуына әкеледі, бірақ олар басқа организмдерге әсер етпейді. Микробтар адам мен жануарлар организмінің қалыпты мекендеушілері. Олардың тіршілігінде маңызды рөл атқарады. Мысалы, қалыпты ішек микрофлорасының өкілдері қоректік заттарды қорытуды аяқтайды. Көптеген микробтар шіріткіш және ауру тудырушы бактериялардың антагонистері болып табылады. Адам мен жануарлар организмдері пайдаланатын витаминдерді өндіреді. Мұны төмендегі суреттен анық байқауға болады. Микроорганизмдер кемшіліктері. Бактериялар адамға екі жағдайда зиянды болуы мүмкін. Бірінші, егер ерекше шараларды қолданбасақ, тамақ өнімдерінің бұзылуына әкеледі. Бұзылған тамақтардан организм зақымданады. Екінші, бактериялар мен вирустар жұқпалы аурулардың қоздырушылары болуы мүмкін. Сондай-ақ ғимараттардың,
құбыр желілерінің, металл құрылымдарының, жер асты бөліктерінің бұзылуына себепші. Саңырауқұлақтар жіп шумағы, қымбат тұратын оптикалық аспаптар әйнегінің бетіне түскенде оны жарамсыз етіп, құндылығын жояды. Балдырлар теңіз кемелерінің түптеріне жинала отырып, отын шығынын 10%-ке арттырады, қозғалыс жылдамдығын 20-30%-ке төмендетеді. Авиациялық отын майлап суыту сұйықтығы кейбір бактериялардың әсерінен төзімді эмульсия түзеді. Қышқылдықты арттырады, иісі мен түсін өзгертеді, шырышпен ластанады. Адамда дерматит, өкпе ауруларын тудыруы мүмкін. Ал балалар, бүгін біз сіздермен микроорганизмдердің қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктерімен таныстық. Үйге 121 параграфты толығымен оқу және оқулықтағы 229 беттегі тапсырмаларды дәптерге орындау. Сау болыңыздар.